Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Аудитория түрлерімен толығырақ әрбірімен жеке-жеке шоу жасайтын боламын, жеке-жеке түсіндіріп өтетін боламын. Жақсы, кеттік. Бүгінгі сабақта толығымен аудиторияның барлығын меңгереміз. Кеттік. Аудиторияның қандай түрлері бар? 6 түрі бар екенін айттым. Шағын, кең, ретаргетинг аудиториясы, ұқсас, парсинг және де қосымша аудиториялар. Шағын аудиториялар біздің басты міндетіміз бұл бір-біріне қиылыспайтын аудиторияларды құрастыру болып табылады. Мысалы, екі аудиторияны алайық. Екі аудитория, екеуі де Алматыда. Жасы біреуінде 18-30, екіншісінде 25-40 арасы. Жынысы ер адамдар, одан кейін детальный таргетинг, екеуі де көліктерге қызығады. Біреуінің көлемі 67 мың болса, екіншісінің көлемі 81 мың. Яғни байқап отырсақ, бұл жерде екеуі екі жас бойынша қиылысып отыр, жас аралығында қиылысып отыр. Яғни 25 пен 30 жасындағы аудитория екі сегментте де бар. Енді не істейміз? Біздер аламызда бұл жерде 18-біреуін 18-30 дейміз де, екіншісін 31-40 деп екеуін екі сегментке бөлеміз. Ол жерде сәйкесінше біреуінде 67 мың аудитория болады, екіншісінде 44 мың аудитория болады. Яғни шағын аудиторияны жасаған кезде ең бастысы бұл сегментация. Шағын сегменттерді тестілеу арқылы жарнамалық кампанияны тиімді қылуға болады. Яғни біздер әрбір осындай шағын аудитория бірінші сегментке бөліп тастап, қай сегмент бізге жақсы результат әкелетіні көріп, одан кейін біздер сәйкесінше жарнаманы жақсартамыз. То есть уже тиімсіз аудиторияға бізге ақша әкелмейтін, то есть клиентке заявка әкелмейтін аудиторияны алып тастаймыз. Шағын аудиториялар бойынша сегменттеу шағын аудиториясы бар нишаларға жақсы келеді. Ол қандай нишалар болуы мүмкін? Мысалы, бизнесті масштабтау бойынша білім беру жобасы, масштабирование бойынша курстар деген секілді. Например, бизнес-молодостың несі бар, курсы бар, МЗС деген секілді, миллион за 100 деген секілді. То есть ол ондай өнімдер, продукттар көп адамға арналмаған. Одан кейін детейлинг және де бизнес бойынша бапкер таңдау, например, менторство деген секілді. Менторствоны көп адам, например, 10 адамға, максимум 50 адамға алады. То есть ол уже шағын сегмент, шағын аудиторияға қажет болады, және де оның құны да жоғары болуы мүмкін. Практикаға көшейік, шағын аудиторияларды сіздерге көрсетіп қазір. Ең біріншіден осылай Ads Manager'ге кіргеннен кейін создайтты басып, біздер кез келген бір мақсат таңдаймыз. Мақсатты алдыңғы сабақтарда өттік. Продолжить баса салайын, бірден аудиторияға көшеміз. Рекламаны бастаған кезде, то есть мысалы, например, название компании сіз жалпы шатасып алған үшін, например, қандай нәрсеге реклама жіберіп жатқаныңызды жазып аласыз. Например, копирайтинг деп қарасыз. Одан кейін оптимизацияны міндетті түрде қосамыз. Оптимизация керек болады. Және де күндік бюджет немесе бүкіл уақытқа арналған, например, реклама сізде 5 күн жүрсе, онда сәйкесінше күндік бюджет деп қоюға болады, немесе бюджет на весь срок действия деп қоюға болады. То есть бюджет на весь срок действия десеңіз, общий сіз 5 күнде қанша рекламаға қанша құртыңыз келеді, например, 20 мың теңге болса, сәйкесінше онда уже общий бюджетті қоясыз. Одан кейін келесі группа объявлениеға өтеміз. Группа объявлений бөлімінде осы жерде біздер қазір аудиторияны таңдайтын боламыз, именно шағын аудиторияны. Мысалы, бізге шағын аудитория бойынша чисто, например, Алматы керек. Алматы керек болады. Оның ішінде Алматының өзінде де радиусын кішірейтеміз. Соның өзінде бізде міне потенциальный охват 2 миллион 600 мың болып тұр. Оны тағы да кішірейтеміз, например, аламыз да жасы бізге, например, қандай жас керек? 25 пен тек қана 25 пен 30-34 арасында. 25 пен 34 арасы керек. Бізге уже 2 миллион 600-ден уже 1 миллионға түсті. Одан кейін бізге тек қана не емес, бүкіл адамдар емес, маған, например, тек қана ер адамдар керек болады. Ер адамдар уже 470 мың. Бізде уже неге шағын аудиторияға түсіп келе жатыр. Одан кейін не істейміз? Детейлинг. То есть ағылшынша жазсаңыз, в принципе, тоже бірден шығып тұрады. Көбіне мынандай должность, работодатель деген секілді емес, көбіне интерес дегенді қараңыз. Интерес деген таңдау болады. Таңдау керек сіздерге. То есть уже мысалға бір интерес таңдадыңыз, сәйкесінше бізде уже 1000 адамнан азайып қалды. 1000 адамнан азайып қалды. Одан кейін автоматиканы қосамыз.
бізде қанша болды екен көрейік. Бізде уже 50 мың адам болды. Одан кейін автохимияны қосамыз, например, 58 мың болды. Планирование 59 мың болды. Там одан кейін покрытиені қосайық, 64 мың. Если мысалы, например, автомобильді қосатын болсақ, уже көбею керек, 190 мың болды, например. Бұл уже бізге чисто осындай жаңа детейлингке, покрытиеге қызығатын, полирование қызығатын, автохимия қызығатын адамдарды таңдап берді. Именно Алматының ішінде тек қана ер адамдар, және де осы 25-34 арасындағы аудитория. Көбіне қызығатын аудитория, например, осы деуге де келеді. То есть бұл бізде уже шағын аудитория болады. Түсіндіре алдым деген айтамын. Например, Алматыны алдық тек қана. Алматыны километрін тоже сужать етесіздер. Одан кейін ол қосымша аудиторияда қазір тағы да түсіндіріп кеттік. Яғни бұл бізде уже сіздерге мысал ретінде көрсеткенім, бұл шағын аудитория. Келесі кең аудиториялар. Бұл шағын аудиторияларға қарама қарсы түсінік, ат айтып отырғандай кең және шағын. Кең аудиторияның көлемі 500 мыңнан жоғары болады. Әдетте 1 миллион немесе одан да көп болады. Мысалы, бағана 2 миллион 600 мың болды деген секілді. 3-5 кең аудиторияның болуы ол қалыпты жағдай, және де үлкен аудиториясы бар нишаларға жақсы келеді. Тамақ жеткізу сервистері, Яндекс.Еда, Glovo, World деген секілді Алматыда бізде компаниялар бар осындай. Одан кейін гүлдер сату және де азық-түлік, то есть общепитке өте жақсы келеді. Практикаға көшейік. Бізде мен аламда қандай нәрсеге реклама жіберейін деп жатырмын. Например, маған клиент келеді, чисто салон красоты деп алайық мысалы, например. Салон красоты болса, сәйкесінше маған бұлардың барлығы керек емес. Салон красоты бойынша маған тек қана әйел адамдар керек. Әйел адамдар керек. Даже тек қана әйел адамдардың өзін таңдаған кезде бізде уже почти кең аудиторияға шығып кетті. Оның ішінде мысалға 25-34 емес, мен 25-40-қа дейін көбейтем. Бізде 770 мың аудитория болды. Яғни бұл Алматы бойынша уже. Так, енді мысалға маған Алматыда бүкіл жер керек емес. Например, мен аламын да бір ортасына қоя салам Алматының, поставить метку арқылы. Сол кезде уже 1 километрға дейін азайтуға болады. Мысалға, оптимальный бұл уже 10 километр нормальный деген сөз. То есть менде уже 560 мың адам шықты. Сәйкесінше, салон красотыға просто красота или салон красоты деп интерес жазсаңыз, сол шығады. Қанша шығар екен? 220 мың. То есть бұл уже бізде шағын аудитория болады. Енді біз оны былай көбейтеміз. Жасын кішірейтеміз. Бізде 310 мыңға қосылды. Одан кейін салон красотыға любой әйел адам баруы мүмкін. 54 жасқа дейін үлкейтейік. Сәйкесінше 400 мың болды. Одан кейін мына жақта рекомендацияды басқан кезде уже бізге қосылады. Красотаны басамыз, 520 мың болды. Одан кейін мысалға бізде салон красотыдың ішінде не болуы мүмкін? Спа болуы мүмкін. Спаны қосамыз, например. Спаны қосқанда ешқандай өзгеріс болған жоқ. Яғни дәл осылай аудиторияның интерестерін қосу арқылы біз үлкен аудиторияға жасаймыз. Үлкен аудиторияға өзгертеміз. Одан кейін мысалға километрді 10 емес, уже 15 деп қоятын болсақ, бізде 670 мың аудитория болады. Одан кейін жалпы бүкіл әйелдерді алайық. Сәйкесінше бізде уже миллион үстіне шығу керек. 1,3 миллион. Яғни бұл уже бізде кең аудитория болады. Кеттік. Келесі ретаргетинг аудиториялары. Ретаргетинг жарнаманы бұрын соңында сіздің өніміңізге қызығушылық танытқан аудиторияға көрсету. Яғни клиенттің бұрыннан келе жатқан базасы болуы мүмкін, оның өнімін сатып алған адамдар болуы мүмкін деген секілді. Қазір айтамын. Көбінесе бұл жылы немесе ыстық аудитория. Бұл адамдар компаниямен таныс өнімдер сатып алған, қызығушылық танытқан, бірақ сатып алмаған, интернет-магазинге кіріп тауарды корзинаға салып қойған деген секілді. Одан кейін рассылкаларға тіркелген, несімен, емейлмен, одан кейін немесе Telegram ботқа, WhatsApp ботқа деген секілді. Әлеуметтік желілердегі парақшаларға тіркелген адамдар болуы мүмкін. Ондай аудиторияға да жіберуге болады. То есть Инстаграмдағы аккаунтқа мысалы кірген адамдар, даже просто қарапайым бір Инстаграм аккаунтқа кіріп шығып кеткен адамдардың өзіне реклама жібере аламыз. Бұл ретаргетинг деп аталады. Және де сайтқа кірген және тағы да басқалар.
ретаргетинг аудиториясын қалай құрастыруға болады? Клиенттердің немесе болашақ клиенттердің, сіздің болашақ клиенттеріңіздің байланыс номерлерімен немесе пошталар бар файл құрастыру. То есть потенциальный аудитория бір базаны алып алдыңыз, например, там тугистің базасы деген секілді. Тугистегі кәсіпкерлердің базасын алып алдыңыз да, и одан кейін сол номерлерді ретаргетингтің правиласына сай барлығын дұрыстап, одан кейін соларды файл ретінде құрастырып жұмыс жасадың неге Facebook'ке жүктедіңіз. Одан кейін лид форма жасау арқылы, лид форма, то есть генерация лидов арқылы жасаймыз да, сәйкесінше номерлер түседі, одан кейін сол номерлерді жүктеп аламыз. Сайтқа адамдарды қосу арқылы, инстаграмдағы бизнес профильдегі адамдарды және де видео бойынша, то есть видеоны соңына дейін көрген адамдардың, мысалы видеоны общий бір көрген адамдар болады, общий охват болады, там 100 000 охват, одан кейін видеоны соңына дейін көрген, ол жерде, например, 5 000 адам, 10 000 адам болуы мүмкін. Сол адамдар теріп алып ретаргетингке қоямыз. Одан кейін Facebook парақшасына кірген адамдар онлайн, то есть офлайн форматта біздің неге, например, ол көбіне офлайн форматта там салон красотаға, одан кейін ресторандарға кірген адамдарға жасауға болады. Например, бір Wi-Fi тегін қойып қояды, например, ресторанда, бірақ ол Wi-Fi-ды қолдану үшін ол, то есть, например, кафеге келген адам не істейді, почтасын жазады или номерін жазады, там номеріне код келеді, одан кейін уже Wi-Fi-ға доступ болады деген секілді. То есть сондай базаны жинау арқылы біздер уже ретаргетингке сол базаны жүктейміз. Практикаға көшейік, ретаргетинг қалай жасалады. Так, біздер міне ең басты бетте тұрмыз, то есть Ads Manager кабинетінде, жарнама жасау үшін кабинетінде. Одан кейін біздер міне аудитория бөлімінде, мына жерде сізде бірден шығып тұруы мүмкін, немесе төмен түсесіздер де, мына аудитория деген таңдайсыздар. Аудиторияға басамыз. Осы жерде қазір келесі тағы да аудиториялар тоже осы жерде жасалады. Міне бізде шықты. Енді қараңыздар, бізде бұрынғы аудиториялар, қазір осы аккаунтта бар аудиториялар, там мынау широк аудитория, мынау тоже барлығы уже неге кең аудиториялар. Кеттік, создать аудиторияды басамыз. Одан кейін пользовательский аудиторияға өтеміз. Бізге бірнеше таңдау шығады, там формалар бар. То есть бұрын генерация лидов жіберілген болса, сол формалардағы номерлерді жүктеуге болады. Видеодағы, бағана айтылған видеоның соңына дейін көрген адамдарға. Әрине, бұлардың барлығын жасау үшін ең бірінші уже реклама жіберілген болу керек. Сіздер егерде рекламаны енді жіберейін деп жатсаңыздар, онда бұл источниктарды қолдана алмайсыздар. То есть осыларды қолдану мүмкін емес. Бағана айтылған там мероприятие, страница Facebook, объявлениялар, жаңағы Facebook парақшадағы деген секілді. Одан кейін Instagram аккаунттағы. То есть мысалы мына жерде жазылып тұр, қараңыз. Просматривали ваш профиль, публикация или объявление Instagram, либо взаимодействовали с ним. То есть взаимодействие ол қандай болуы мүмкін, ол комментарий болуы мүмкін, ол лайк болуы мүмкін, ол сохранен, ол репост болуы мүмкін. Соның барлығын Instagram, то есть Instagram мен Facebook екеуі барлығы бір компания жазады, олар барлығын бақылап отырады да, сен қай неге лайк бастың, қай постқа лайк бастың, қай нәрсеге репост жасадың деген секілді. Вот сол аудиторияның барлығын жүктеп алуға болады. Не үшін? Ол бізге ыстық аудитория болып келеді, жылы аудитория. Біз уже ол жерде там тестілеп, ол аудиторияға, например, то есть жарнама жіберіп, тестілеп, басқа аудиторияны жинаудың қажеті жоқ. Уже аккаунттың өзінің аудиториясы дайын тұр деген секілді. Қолдануға мүмкіндік береді. Енді қазір ретаргетинг, то есть біздер клиенттің несін жүктейміз, базасын жүктейміз. Клиенттің базасын жүктейміз. Бұл жерде қазір келесі далее басамыз. Одан кейін нет дегенді басасыздар. Енді мына осындай бет шығады. То есть ең бірінші біздер клиенттің спискісін жүктейміз. Бұл жерде мынау жүктелсе көрейік қазір. То есть мына жерде өзіңіз файлға, то есть ноутбукқа жүктеп қоюларыңыз керек. Одан кейін аламыз да оны осы жерге жаңағы скачать етеміз. Выгружать етеміз. Сәйкесінше қанша шығып тұр бізде. Так, хорошо. Загрузить и создать. Қазір көрейік, дұрыс жүктелмеді, жүктелмеді. Кетіп жатыр. Қазір соңында бізге қанша номер жүктелгенін толығымен айтып береді. Жартысын жүктеді. Вообще бір
иә, базада 50.000-дай номер болу керек. Бұл жерде уже жүктелген аяғымен соңына дейін күтеміз, міндетті түрде. То есть ретаргетингті жалпы ең басты нәрсе, то есть, например, именно база болған кезде осылай жүктейміз. Сіздер жалпы таргетологтарда көбі осы нәрсені сұрайды да, рекламаны, то есть ретаргетинг қалай жасаймыз деген секілді. Яғни ретаргетинг жасау амал осы, ешқандай несі жоқ. Болды, бізде 50.193 аудитория жүктелді, готовыны басамыз. Одан кейін міне жаңағы біздің аудиторияның аты, то есть ненің жаңағы файлдың атымен қойылды. Қазір енді қараңыздар, міне размер бізде менее 1000, то есть 1000 адамнан аз болып тұр. Себебі қазір поступление новых данных, то есть рекламаға жаңағы біздер бұл жерде уже Facebook'тың алгоритмі боттары өздері жұмыс жасайды. Жаңа 50.000 базаны жүктедік. Одан кейін біз бір 2 сағат, 3 сағат, то есть ненің жүктелген базасының көлеміне байланысты біз, например, 50.000 аудиторияны жүктедік, бір 2 сағат көлемінде бізде уже толығымен барлығы жүктеліп бітеді. То есть осы жерде уже біздер күтеміз. Реклама аудиториясын жүктеліп болғаннан кейін уже бізде кәдімгідей мына жерде 2.600.000, там 590.000 деген секілді сан шығады. Содан кейін барып уже осы аудиторияны рекламаға қолдануға болады. Енді біз оны қалай қолданамыз? Қайтадан Ads Manager-ге өтеміз. Ads Manager-ге өткен кезде қазір рекламаны бастаймыз. Например, жаңа біздің жасаған рекламамыз, копирайтинг. Соны алайық. Менде интернет слабый болып тұр қазір. Міне, біздер басында таңдаған аудиториямыз, например, просто алып тастай саламыз. Енді ретаргетингті жаңа біздердің жүктеген базамызды қалай қолданамыз? Міне, создайте аудитория бөлімінде, міне, создайте новую аудиторию деп тұр. Одан кейін используйте сохраненную аудиторию деп тұр. Осыны басаңыз, осы жерде жоқ, мен өтірік айтамын. Бұл бізде бұрынғы жаңағы Facebook'тың уже біздер реклама жіберген аудиториялар. Міне, мына жерге пользовательский аудиторияға басамыз. Одан кейін міне бізде уже қандай реклама жүктелі, міне қасында список клиентов деп тұрады. Одан кейін осыны аламыз да басамыз. Сәйкесінше біздер уже мына жерде не информация деп тұрады, себебі біздер қазір әлі рекламаға жаңағы біздің жүктелген номерлер әлі толығымен сарапталып жатыр. Міне список клиентов, то есть осы база ғаламат копия деп тұр, бағанағы айтылған. И то есть мына ретаргетинг аудитория бөлімінде пользовательский аудиторияға өтесіздер де, осы жерге басасыздар. То есть мына жерде похожая аудитория болуы мүмкін, или пользовательский аудитория. Именно пользовательский аудиторияға өтіп, мына жерде база ғаламат, жаңа біздің өзіміздің жүктеген базамызды таңдаймыз. Ары қарай уже мысалы мына жерде просто Қазақстан деп қойсаңыздар. Қазақстан деп қоясыздар. Все, кеттік. Осылай уже ары қарай уже таргетинг толығымен жасай бересіздер. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Кеттік. Келесі ұқсас аудиториялар, похожая аудитория. Ол да дәл жаңағыдай бізде ретаргетинг секілді жасалады. Қазір толығымен түсіндіріп өтемін. Кеттік. Facebook біздің жынысымызды, жасымызды, геолокациямызды, және де қызығушылықтарымыз, жұмысымызды, қызметтеріміз және тағы да басқасын біледі. Тіпті менің олар қандай iPhone ұстайтынымды, одан кейін жалпы кімдерге подписан, кімге лайк басам деген секілді, соның барлығын біледі, Facebook біледі. Сол ақпараттарға негізделе отырып, алгоритм сондай адамдарды іздейді. Ұқсас аудиторияны да ретаргетинг аудиториясын құрастырғандай жасауға болады. Енді қазір практикаға көшейік. Ұқсас аудиторияны қалай жасаймыз? Қайтадан аудитория бөліміне өтесіздер. Қайтадан аудитория бөліміне өтеміз. Мына жерде әлі данные түсіп жатыр. Создать аудиторию басамыз. Одан кейін міне, қараңыздар. Похожая аудитория, ұқсас аудитория деп тұр. То есть мына жерде бағана пользовательский аудиторияны басқан кезде біз толығымен там базаны, одан кейін Instagram'дағы аккаунтқа кірген адамдардың, лайк басқан адамдарды жинап алуға болады.
Ал похожий аудиторияны біз мына жердегі похожий аудитория деген кнопканы басу арқылы жасаймыз. Осы жерге басамыз да, одан кейін бізге источникті таңдау керек болады. Источниктер ол Facebook пиксель болуы мүмкін, одан кейін другие источники, то есть басқа да нелер, парақшалар болуы мүмкін. То есть бізде Facebook парақшаға кірген адамдар деген секілді. Так, міне мысалға бағанағы біздер жүктелген базаны қолдануға болады. То есть базаны жүктедік 50 000 аудиторияны, және де ол бізде уже, например, бізге бұрын заявка қалдырған адамдар уже қызығушы, уже жылы аудитория да. И сол жылы аудиторияға ұқсас адамдарды Facebook бізге өзі автомат түрде таңдап бере алады, жасап бере алады. Ол үшін жаңағыдай осы похожий аудитория деген бөлімден жасау керек. Енді қараңыздар, маңызды нәрсе аудиторияның размерін таңдау. Бұл жерде 0-ден 10%-ға дейін тұр. То есть егер де 1% қоятын болсаңыздар, ең максимально жаңағы біз жүктеген аудиторияға ең жақын деген солармен прям почти сондай бір действие жасайтын, солар секілді, соған кәдімгідей ұқсас адамдар 99%-ға ұқсас адамдар топ береді. Ал уже 2% болатын болса, уже 98% түсе береді да. То есть мына жердегі процент көбейген сайын ол аудиторияның, жаңағы біз ұқсас аудиторияның жинаудың проценті азая береді. То есть уже мына жерде 90%-ға ұқсас болады, уже аз болады. Ал егерде 1% қоятын болсақ, сәйкесінше оның көлемі аз, аудиторияның көлемі аз, там 70 000 болуы мүмкін деген секілді. Ал уже бізде 2% қоятын болсақ, 98%-ға төмендейді, және де ол аудиторияның көлемі өседі. Себебі ол жерде уже кейбір жерлерде сәйкес болмауы мүмкін, например, кейбір жерде аудитория ұқсас болмай қалуы мүмкін деген секілді. То есть ұқсастығы бұл жерде төмендей береді. 10% қойған кезде аудитория кейбір жерлерде уже суық болып қалуы да мүмкін деген секілді. То есть реклама, Facebook алгоритмі дұрыс, например, 10% қойған кезде уже там любой адамды алып кетуі де мүмкін әбден. Яғни бұл жерде, например, біздер 1% қойған кезде уже максимально ұқсас аудиторияны таңдаймыз. Аудиторияны не істейміз, жинаймыз. Енді источникті қолдандық, процентін қойдық. Мен сіздерге кеңес беретінім, максимально бір 5%-ке дейін қолданыңыздар. Ал егерде аудитория сәйкесінше жетпей жатса, онда 7%, 10%-ті қоя берсеңіз болады. 1%-ті мысалы, например, қоямыз да, создать аудиторияды басамыз. Бізде міне создать аудитория басқан кезде уже міне қараңыздар, похожий аудитория деп шығады. 1% ұқсастығы уже кәдімгідей 99%-ға ұқсас. Сәйкесінше уже бұл жерде де размерін әлі есептеп жатыр. То есть әлі дайын емес. Мына жерде доступность готовы деп тұрғанымен, мына жерде қараңыз, барлығын енді есептеп санап жатыр. Содан кейін ол уже дайын болады. Түсінікті болды деген ойдамын. Келесі парсинг аудиториялар. Парсинг бұл басқа бір дерек көзден аудиторияны алу. Біз келесі дерек көздерін аудиторияны ала аламыз. Instagram парақшалардан, Facebook парақшадан, ВКонтакте парақшаларынан. Парсингті арнайы сервистердің көмегімен істеуге болады. Парсер қандай да бір дерек көзден аудиторияны жинап алатын сервис. Яғни парсер деген сөздің анықтамасы. Кеттік практикаға көшейік. Мен өзім жеке қолданатын парсерім бұл Pepper Ninja. Жалпы жақсы жұмыс жасайды. Яғни Pepper Ninja'да не жасауға болады? Бұл жерде міне ВКонтактедегі аудиторияларды, там группалардағы аудиторияларды, соның барлығын, посттарды, белсенді аудиторияны таңдауға болады. Одан кейін Инстаграмдағы, Инстаграм бойынша, то есть мына жерде ВКонтакте бойынша тоже тұр. То есть мына жерде ВКонтактедегі адамдардың Инстаграмдағы аккаунттарының атын тауып бере алады. То есть ВКонтактеде, например, өзінің аты там, например, Қайрат Амангелдіұлы деп тұрады. И сәйкесінше сол адамның Инстаграмдағы аккаунтын тауып береді. Одан кейін Инстаграм аккаунтты мына жерде басқан кезде уже белгілі бір біздің, например, кімнің аудиториясы керек болады. Например, кім болуы мүмкін, например, там ZTB.kz. То есть ссылкамен кәдімгі ссылканы алу керек болады бізге Инстаграмнан. Одан кейін там Инстаграм аккаунттың несін жазу керек, атын жазу керек болады. ZTB.kz деп айтамыз. Одан кейін уже деп жазамыз. Одан кейін бізге лайк, именно лайк жинаған адамдар керек па, әлде оның подписчиктері керек па. И одан кейін отчеттің атын қоясыздар. Одан кейін запустить дегенді басасыздар да, уже сізге Инстаграм аккаунттарын жинап береді. Сәйкесінше одан кейін сол Инстаграм аккаунттардан номерлерін тарттырып аласыздар.
одан кейін хэштег бойынша және де геоточка бойынша, то есть там Алматы деп белгілегендер немесе там Москва деп белгілегендер деген секілді. Инстаграмнан бөлек, ВКонтактеден бөлек Одноклассники бар және де Facebook парақшасынан неден группалардан, парақшалардан аудиторияны теріп алады. Ол жерде примерно метод сондай болады. То есть аудиторияны жаңағыдай атын қоясыздар да, одан кейін сол Facebook парақшаның сілтемесін қоясыздар. Қай жерден алу керектігін. Например, нақты бір там Талдықорған деген бір секілді OLX Талдықорған деген ВК-да группалар болады, например, сол группалардың барлығын сілтемесін алып алып, осы жерге жүктеп, одан кейін сол аудиторияны теріп алып, соларға жарнама жасауға болады. Оны уже ары қарай там не істейміз, пепперниз, например. Осы жердегі аудиторияның барлығын жинап алғаннан кейін не істейміз? Бағана ретаргетті айттым ғой, вот сол жерде сіздер енгізесіздер. Сол жерде уже список клиентов деген кезде уже номерін алып аласыздар да, номерін сол жаңағыдай пользовательская аудиторияны, мына жерде пользовательская аудитория деп, список клиентов деп не істейсіздер, енгізесіздер. Түсінікті болды деген ойдамын. Так. Одан кейін мына жерде мына қараңыз, посетитель сайты деген бар. То есть ол жерде уже сайтқа кірген адамдар, пиксельді қоямыз, пиксельді, то есть именно сайтқа кірген адамдардың барлығын там 60 күн ішінде деп қойып. Так, одан кейін пиксель сайт. То есть бізде алдын ала ол жерде бірінші пиксельді жүктеп, осы жақтан пиксельді ашып, создать етіп, одан кейін сол пиксельді неге сайтқа қою керек болады. Содан кейін барып уже сайтқа адамдар кіреді, көреді, реклама біткеннен кейін сол жерде сайтқа кірген адамдардың барлығын алып, осы жерден уже сайттың аудиториясын соны бөлек жүктейсіздер. Келесі қосымша аудиториялар. Бұл да қызық аудиторияның түрі. Бұл аудиториялар индивидуалды жағдайда қолданылады. Төлемге қабілетті адамдар, то есть ол адамдар бұл біздерге өте маңызды, сіздерге де маңызды. Бұны қазір сіздерге толығымен айтып өтейін. То есть кәдімгідей аудитория бөліміне түсеміз де, бізге керек емес. Мен аламын да нақты Алматы деп таңдаймын. Одан кейін Алматыдағы 40 километр емес, 17 километр деп белгіле. Сіздерге де осы 17 километр белгілеңіздер, міндетті түрде. Одан кейін там әйел адамдардың ішінде детальный таргетинг, например, iPhone 11 деп іздесем, мына қазір iPhone XR шықты, XS Max, қазір XS Max таңдайық. Так, iPhone X. Одан кейін там владельцы Galaxy S9 Plus. То есть нормально iPhone ұстайтын адамдарда уже ақша бар, реально ақша бар олар адамдарда. Одан кейін нені жазаймыз? Путешествие. Часто путешествующий дегенді басасыздар. То есть жиі жаңағы за границу шығатын адамдар, жиі қыдыратын адамдар уже, и одан кейін кәдімгідей за границу жиі шығатын адамдардың барлығын таңдайсыздар да. Поведение бойынша бізге Алматы бойынша қанша адам шықты? 410 мың уже төлемге қабілетті аудиторияны таңдап алды Алматы бойынша. Дәл сол секілді сіз Алматы емес, например, там басқа бір қаладан, там Ақтөбеден міне Ақтөбені таңдадық, сәйкесінше тоже бүйтіп сюжет етеміз, одан кейін Алматыны алып тастаймыз. Сәйкесінше Ақтөбеде төлем қабілетті аудитория 77 мың аудитория тұр. Бұл уже бізде жаңағы шағын аудитория болады тоже. Одан кейін келесі гео бойынша аудитория. Гео бойынша ол қалай? Мысалға, бізге рекламаны, например, бір ресторанның рекламасын жасау керек болады. Мысалға, Алматыда
Алматыда көбіне ресторандар, например, неде? Так, Абай, Шевченко, Бөлебай, Қабанбай Батыр. Примерно осы бөлікте бізде ресторандар көп Алматыда. Примерно осы жерде. Осы жерлерде, например, ресторандар көп. Мен аламын да поставить метку деп басам. Осы метканы қоям. Одан кейін километрін сужать етем. Там 5 километр деп қоям. Жоқ, 5 километр өте көп. 2 километр деп қоям. Например, бір ресторанның орны. То есть осы жердегі аумақта қазір қараңыз 47 мың адам бар екен. 47 мың именно төлемге қабілетті адамдар бар екен да. То есть мен аламын да уже мыналарды алып тастаймын. То есть гео бойынша именно бізге керек жерлерді алып аламыз. Например, егерде там сіздің клиентіңіз автозапчасть бір нәрсені сататын болса, онда Аль-Фарабидің бойын қойсаңыз жақсы болады. Себебі машина көп өтетін жол. Например, Аль-Фараби бойы, одан кейін Сайны бойында, например, или там Ташкентскийдің бойын деген секілді. То есть именно машина қай жерлерде де көп жүреді. Мен аламын да, например, там Рысқұлов көшесін белгілеймін. То есть Рысқұлов проспектін көлі қазір. Рысқұловнан белгілеймін да, және де километрін тоже. Тағы да 2 километр деп қоям. То есть уже менде аудиторияны мына жақтан жинайды, және де мына жақтан жинайды. Бұл уже гео бойынша тоже қосымша аудитория болып табылады. Және де связьді қолдану бойынша. Связь дегеніміз не нәрсе? То есть аудиторияны мысалы, например, таңдап болдыңыздар, и одан кейін келесі төменге түсеміз да. Қазір. Дополнительный параметрді қоясыздар. Одан кейін связь дегенді басасыздар. Связь деген басқан кезде уже мына жерде түрлер шығады. Facebook парақшасына, то есть лайк басқан адамдарды жинауға болады. Одан кейін приложениеға жаңағы отзыв қалдырған, приложениеға кірген адамдар бойынша, и одан кейін мероприятие, именно мероприятияны қолданып реклама жібересіздер, сәйкесінше солар таңдауға болады. То есть мына жерде уже осындай аудиторияны бөлек таңдауға болады. Именно, например, біздің Facebook парақшаны ұнатқан адамдар. И одан кейін Facebook парақшаны осы жерде енгізесіздер. Келесі аудиторияны сузить ету. Аудиторияны сузить ету. Так, мынаны алып тастайын. Кеттік. Аудиторияны қалай сузить етеміз? Енді қараңыздар, мына жерде біздер белгіледік та. Так, мынаның барлығын алып тастайын. Алматы деп қайттан қойайын. Алматы 17 километр. Одан кейін барлығы деп қойайын. 2 400 000. Так, енді маған қандай аудитория керек? Маған қандай аудитория керек? Так. Қалай қойсақ болады екен? Мысалға, владельцы деп қойшы. Владелец бизнеса деп қойдық. 1000-нан аз болып кетті. Жоқ, мынау аз болады слишком. Так, основательді қойсақ. Тоже аз. Так, анда былай жасайық қазір. Мысалға, бизнеске қызығып жүрген адамдар. Одан кейін, мысалға, там, например, малый бизнес деп алайық. Қанша адам шықты? Малый бизнес, и одан кейін біздер аудиторияны сузить етеміз. Сузить еткен кезде уже мына жерге владелец деп қойсақ, бізде қанша болады аудитория? 1000-нан аз болып кетті. То есть именно владельцтарды, именно кәсібі бар адамдарды осылай сузить етуге болады. Бизнеске қызығып жүрген адамдар вообще қанша 600 000 болса, ол жерде просто әртүрлі адам болуы мүмкін. Там реально бизнес жасап жүрген адамдар болуы мүмкін, или просто там тауар сатып жүрген, там күніне бір тауар сатады деген секілді сондай адамдар болуы мүмкін. И одан кейін, например, там малый бизнес и плюс там маркетингке қызығатын адам.
То есть уже екі интерес бойынша таңдайды да қазір. Так, например, SMM. Бізде, то есть и бизнеске, и маркетингке қызығатын адам уже жарты есе түсіп кетті. Именно осы екі сфераға қызығатын адамдар бізге керек болатын болса, сузить етеміз. Егер де тағы бір интереске сәйкес келсін деп айтсаңыз, онда тағы бір нәрсені қоюға болады. Например, там бизнеске қатысты не бар? Менеджмент. Так, стратегический менеджмент, например, қойып. Бізде уже 34 мың адам. То есть слишком кәдімгідей сузить етіп тастадық та. Бағысында 600 мың аудитория болды, одан кейін 300 мыңға түсті, одан кейін 34 мыңға түсіп кетті. То есть мына жерде интерестердің барлығын бір-біріне сопоставить етіп, бір-біріне қойып, осылай аудиторияны тарылтып, бізге именно өзімізге керек аудиторияны таңдап аламыз. Жақсы. Так, енді келесі белгілі бір аудиторияны алып тастау. Исключить ету. Яғни именно исключить етіп тастаймыз. Так, исключить еткен кезде қалай жасаймыз? Например, то есть бізде рекламаны кімдер көрмеу керек деген нәрсені қоямыз. Например, так, кімдерді қойсақ болады? Например, малый бизнес дейді, и бізге маркетингке қызықпайтын адамдар керек. Маркетингке қызықпайтын адамдар керек болады. То есть SMM-ге қызықпайтын адамдар керек. То есть алып тастадық, сәйкесінше бізде уже бағана 600 мың общий аудитория тұрды ғой. Именно малый бизнеспен, малый бизнеске қызығатындар, бизнеспен айналып жүргендер, шағын бизнеспен. Ол общий 600 мың аудитория болды. Сузить еткен кезде, то есть маркетинг, SMM қызығатын тағы адамдар сузить еткен кезде бізде 300 мың қалды. То есть уже маркетингке де және де малый бизнеске қызығатын адамдар 300 мың қалды. Енді мына жерде исключить еткен кезде именно SMM-ге осы 300 мың аудиторияны алып тастадық та, SMM-ге қызықпайтын алдық та, и қалған жаңағы 300 мың аудиторияны таңдап алдық. И одан кейін бізге, например, там кім керек емес, тағы кім керек емес болуы мүмкін. Там маркетингке қызық, ну, по идее, мына жерде уже кішкене интересті дұрыс емес. Так, тағы кімдер болуы мүмкін, например, так, менеджмент, там, не бар, копирайтингте болады, например, просто копирайтинг. Копирайтингке қызықпайтын аудитория керек емес, например. И ол ешқандай өзгерген жоқ, в принципе. Жақсы, түсінікті болды деген ойдамын, белгілі бір аудиторияны алып тастау деген. То есть, например, сізге iPhone X былай қойып тастадыңыздар, границаға шығатын адамдарды қойып тастадыңыздар, и одан кейін границаға шықпайтын адамдарды бөлек алып тастауға болады. Практикаға көштік, барлығын жасадық. Бүгінгі сабақ аяқталды, сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақтарда кездескенше.